Сабағымыздың тақырыбы диаграмма және пиктограмма құру. Сабақта сендер пиктограмма құруды және оны оқуды үйренесіңдер, диаграмма құруды білесіңдер және оны оқи алатын боласыңдар. Өткен сабақты қайталайық. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Пиктограмма дегеніміз не? Жауабыңды тексер. Пиктограмма затты белгілеу үшін қолданылатын сурет немесе таңба. Екінші сұрақ. Диаграмма дегеніміз не? Жауабыңды тексер. Диаграмма бұл тік төрт бұрыштардан немесе шаршылардан тұратын сурет. Үшінші сұрақ. Суреттегі пиктограмма ма, әлде диаграмма ма? Жауабыңды тексер. Суретте пиктограмма бейнеленген. Төртінші сұрақ. Суреттегі пиктограмма ма, әлде диаграмма ма? Суретте диаграмма бейнеленген. Жарайсыңдар оқушылар, сендердің де сұрақтарға дәл осылай жауап бергендеріне сенімдімін. Оқушылар, суретте не бейнеленген? Дұрыс, пиктограмма. Пиктограммалар нені білдіреді? Ендеше, бірінші бағандағы суреттер мен екінші бағандағы сөздерге сәйкестендір. Жауабыңды тексер. Бірінші пиктограмма эстафета дегенді білдіреді екен. Екінші пиктограмма кедергілер арқылы жүгіру. Үшінші пиктограмма мәнерлеп сырғанау. Төртінші пиктограмма баскетбол ойынын көрсетіп тұр екен. Сендер де дәл осылай белгіледіңдер ме? Жарайсыңдар. Пиктограмма мен диаграмма мәліметтерді салыстыру үшін қолданылады. Самсалар тапсырмасын орындайық. Әже, ет, картоп және қырыққабат қосылған самсалар пісірді. Суреттегі пиктограмма мен диаграмманы салыстыр. Диаграмманың әр бағаны нені білдіреді? Ең алдымен пиктограммаға назар аударамыз. Пиктограммадағы самсаларды ішіне салынған салмалары бойынша санайық. Ет қосылған самса нешеу? Сана. Дұрыс, 6. Картоп қосылған самса саны қанша? Дұрыс, 7. Қырыққабат қосылған самса ше? Дұрыс, 5. Суреттегі пиктограмма мен диаграмманы салыстырайық. Диаграмманың әр бағаны нені білдіреді? Ол үшін сен әр бағандағы тіктөрт бұрыштарды санап шық. Жарайсыңдар оқушылар. Бізде бірінші баған картоп қосылған самса берілген екен. Екіншісі ет қосылған самсалар. Ал үшіншісі қырыққабат қосылған самсасы бар баған екен. Сендердің жауаптарында дәл осылай ма? Жарайсыңдар. Отбасындағы түскі ас. Диаграммаларға қара және сұрақтарға жауап бер. Әкесі неше самса жеді? Сана. Анасы неше самса жеді? Сана. Әжесі неше самса жеді? Ал қызы ше? Жарайсың. Әкесі 6, анасы 4, әжесі 3, қызы 2 самса жеген екен. Шығарып көр. Серікте 8 түрлі түсті қарындаш және 2 жай қарындаш бар. Ал Нұрәліде 7 түрлі түсті қарындаш және 1 жай қарындаш бар. Серік пиктограмма, ал Нұрәлі диаграмма құрды. Балалардың қайсысы тапсырманы дұрыс орындады? Оқушылар, сендердің жауап нұсқаларында
хабарлама арқылы күтемін. Суретке назар аудар. Сыныптағы парталар мен шкафтар санына сәйкес диаграмма мен пиктограмма құрастыр. Бұл тапсырманы оқушылар өзіміздің жасыл дәптерімізге орындаймыз. Тапсырма. 95-ші бет, 93-ші жұмыс парағын ашамыз. Пиктограмманы оқимыз, бөлек қағазға осы пиктограммаға сай диаграмма салуымыз керек. Оны сендер жасыл дәптерге диаграмманы саласыңдар. Екінші тапсырмада сендерге диаграмма берілген. Осы диаграмманы біз пиктограммаға айналдыруымыз керек. Бұл тапсырманы да пиктограмманы жасыл дәптерге орындайсыңдар. 96-ші бет, 94-ші жұмыс парағы. Алма қосылған бәліш тапсырмасы берілген. Бірінші бағанға біз пиктограмманың суретін салуымыз керек, бәліштің құрамы бойынша. Екінші бізде бәлішке қажетті азық-түлік бойынша диаграмманы салуымыз керек. Сонымен қатар бәліштің құрамын, яғни қажетті азық-түліктің санын жазып қоясыңдар. Бүгінгі сабағымызға диаграмма әдісі арқылы кері байланыс жүргізейік. Егер сабақты түсінген болсаңдар, 5 қызыл түсті шаршының суретін жолдандар. Ал егер тақырыпты енді түсініп келемін десеңдер, онда көк түсті 5 шаршы жолдандар. Тақырыпқа түсінбесеңдер, 5 түсті жасыл шаршы жолдандар. Бүгінгі біздің математика сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.